Шетел азаматтары Қазақстан аумағына келулері үшін Қазақстан визасын алулары қажет. Алайда бірқатар мемлекеттердің азаматтарына Қазақстан аумағына белгіленген уақытқа визасыз келу тәртібі орнатылған. Виза алу процесі екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең шақыру хат. Шақырушы тарап шетел азаматының келу мақсатын растайтын құжаттар топтамасын әзірлеп, шақыру хатын алдын ала ресімдейді. Шақыру хатты ресімдеу 5 күннен аспайтын мерзімді құрайды. Визаны алуға қажетті құжаттар тізімі визаның санатымен реттеледі, ал визаның санаты шетел азаматының Қазақстанға келу мақсатымен анықталады. Екінші кезең – визаны алу. Шетел азаматтары визаны Қазақстан Республикасының елшіліктері мен консулдықтарында, Астана және Алматы халықаралық әуежайларында, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің көші-қон қызметінің бөлімшелерінде және Астана халықаралық қаржы орталығы экспат орталығында ресімдей алады. Визаны ресімдеу 5 жұмыс күнінен аспайтын мерзімді құрайды. Астана халықаралық қаржы орталығы қатысушылары шетелдіктерді жұмысқа тарту үшін арнайы рұқсат қағазын ресімдеу талабынан босату, жұмыс визасын 5 жылға дейінгі мерзімге ресімдеу, визаны алу, оның мерзімін ұзарту және санатын ауыстыру рәсімдерін Қазақстан аумағынан шықпай ресімдеу сияқты ерекше визалық көші-қон жеңілдіктеріне ие. Визаның қолданыс мерзімі паспорттың жарамдылық мерзімінен кемінде 3 ай бұрын аяқталатынын есте сақтаған жөн.